Саламатсыз ба? Бүгін біз ABCNet KZ қазақ латын әліппесіне арналған клавиатураны орнатуды үйренеміз. Біріншіден, менің айтып кетейін дегенім, бұл әліппеге арнайы клавиатура дамытудың қажеті жоқ. Өйткені ол жасалған және Европадағы елдерде көбінесе пайдаланылатын халықаралық ағылшын клавиатурасы осы ABCNetке бейімделген. Мысалға қараңыз, мен мына жерден тілдер пернесінен менюсынан міне English'ті таңдап отырмын, International халықаралық деген. Менің компьютерімде екі ағылшын клавиатурасы тұр. Бұл Ұлыбританиялық ағылшын тілі және халықаралық ағылшын тілі. Міне мен халықаралық ағылшын тілін таңдадым да, енді мысалға бір нәрсе жазғым келсе, мына жерде көрсеңіз апостроф қойып, содан кейін A әрпін таңдасам, менде бірден қазақтың А әрпі пайда болады. Енді мысалға қарайық, тағы да апострофты басып, Y әрпін таңдасам, міне қазақша Ö әрпі пайда болады. Апострофты қойып, О әрпін бассам, бірден қазақтың Ö дыбысына сәйкес арналған әріпті жазылады. Яғни клавиатура пернетақтаны бізге дамытудың қажеті жоқ. ABCNetке көшкен кезде небары бізге тек қана халықаралық ағылшын клавиатурасын орнату керек. Ол үшін біз тілдер менюына барамыз. Содан кейін осы жерден тілді қосуға барамыз. Мысалға, мына жерде менде көріп тұрсыз, ағылшын тілінің екі түрі бар. Мынанысын мен алып тастайын. Сосын енді мен қайтадан мұны қосамын. Add language-қа мен English'ті таңдаймын. Осы жерден мен English United States-ті таңдайын. United States, міне мынаны таңдадым. Осы жерден қайсын таңдағым келеді, соны таңдаймын. Так, осыны қойғаннан кейін ішінде міне мына жерден таңдаймын. Add keyboard қосамын және қосқан кезде мына жерден мен таңдай аламын. United States International, міне мынаны таңдадым. Болды, енді мына жерде халықаралық ағылшын клавиатурасы пайда болды. Мынаны алып тастасам болады. Болды. Міне қараңыздар, қайтадан келейін. Міне ол таңдалып тұр. Қайтадан жазып көрейік. Мысалға, барлығы тамаша және өте тез. ABCNet.kz сайтына кіріп, әліппемен жақынырақ танысуыңызды сұраймыз. Сау болыңыз.